14 шілде күні Қазақстанда Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі басталады. Науқан 3 күнге созылады. 100 мыңнан астам дүкен Каспий KZ-пен бірге бүкіл қазақстандықтарды қуантуға дайындалуда. Бұл жолы Каспий жұма қалай өтеді? Толығырақ Салтанат Шырынхан баяндасын. Ауа баптағыштар, құрылыс заттары, жиһаз, үй мен саяжайға арналған тауар, велосипедтер мен бассейндер және басқа да сұранысқа ие тауарларды 14, 15, 16 шілде күні Каспий жұмада сатып алған тиімді барлық заттарды 24 айға пайызсыз және артық төлемсіз бөліп төлеп сатып алуға болады. Ал Каспий KZ интернет дүкенінде Каспий Gold арқылы сатып алсаңыз 10% бонус та береді. Традиционно организовываем нашу летнюю... Дәстүр бойынша жазғы Каспий жұманы тағы да өткіземіз. Бұл 8-ші Каспий жұма. Бұл жолы бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесіне бүкіл еліміздегі 100 мыңнан астам үздік дүкен қатысады. Каспий KZ-тегі интернет дүкенде 3,5 миллионнан аса алуан түрлі тауар ұсынылған. Оларды үйге немесе 4400-ден астам Каспий постаматтың біріне тегін жеткізу арқылы сатып алуға болады. Әрбір сүйікті клиентімізге тиімді зат сатып алуын, серіктестерімізге сауда көлемінің өсуін тілейміз. Каспий жұмаға жетекші компаниялар мен брендтер қатысады. Тиімді сауданы Каспий KZ интернет дүкенінде немесе серіктестердің дүкендерінде жасауға болады. Біз Каспий жұманы асыға күттік, клиенттеріміз де күтуде, дайындығымыз өте керемет. Қойма, дүкендер, жеткізу қызметі дайын. Мамандарымыздың барлығы 3 күн бойы жұмыс жасайды. Каспий жұмаға дайындығымыз керемет, өндіріс қайнап жұмыс істеп жатыр. Каспий жұмаға қатыспасаң, сен бизнесте жоқсың, бір нарықта жоқ адам сияқты болып сезінесің өзің. Каспий жұма деген тренд. Оны бәріміз күтеміз, оны жасыратын түгі жоқ. Тек қана біз емес, оны клиенттеріміз де күтеді. Сондықтан ол тек қана жаңа кәсіпкерлерге емес, біздің клиенттерге де беймарал көмек деп айтуға болады. Бүкіл халықтық сатып алу мерекесіне үздік дүкендер ғана емес, курьерлік компаниялар да дайындалады. Бұл біздің 3-ші Каспий жұмамыз. Каспий жұмада бізде дополнительно курьерлар алып жатырмыз, және складкадағы сотрудниктарды да көбейтіп жатырмыз. Біздің қазіргі көлемдегі объемымыздың көлемімізден 2-3 рет өседі. Адамдар көбінесе майда шүйде заттардан бастап, мебель, жаңағы морозильник, тоңазытқыш, кондиционер деген нәрселер бізде көбірек өте бастайды. Әлемнің көптеген елдерінде әйгілі тиімді сатып алу мерекелері бары белгілі. Мұндай дәстүр енді Қазақстанда да бар. 8-ші Каспий жұма 14 шілдеден басталып, 3 күнге, яғни 16 шілдеге дейін созылады. Салтанат Шырынхан, КТК.